Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен керемет лайфхакпен бөлісетін боламын. Бастамас бұрын менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ал бастайық, ең алдымен Google іздеу жолағына осылай жазамыз. Жазғаннан кейін ең бірінші шыққан сайтқа кіреміз. Сайт ағылшын тілінде жұмыс істейді. Егер сіздерге сайттың тілі түсініксіз болса, орыс тіліне аударып алсаңыздар болады. Бұл сайт арқылы сіздер өздеріңіздің тауарларыңыздың суретін 1 секундта әдемі қыла аласыздар. Суреттерді жасау үшін ең алдымен сары жолақпен көрсетілген сөзді басамыз. Басқаннан кейін загрузить новый дегенді таңдаймыз. Және де нажмите деген жерді басамыз. Бұл жерде медиатека, снять фото, выбрать файл деген 3 түрлі функция көрсетілген. Егер сіздерде суреті болмаса, снять фото деп таңдайсыздар, ал мен галереядағы кез келген суретті таңдайтын боламын. Мысалға, осы Майкл Корстың кроссовкиімен және де сумкасын таңдайтын боламыз. Басқаннан кейін бұл сайт өзі артқы фонының барлығын өшіріп тастайды. Тек қана тауардың суреті қалды, яғни сумка және де кроссовки. Басқаннан кейін сохранить деп басамыз. Бұл сайт арқылы сіздердің фондарыңыз онша емес болса, соны әдемілейсіздер. Міне енді артқы фонын өзгертуге болады. Бұл жерде көптеген түрлері бар: студияда, кухняда, столдың үстінде, кафеде, гүлдердің арасында, природада, пляжда, ванная комнатада, мебельдің үстінде. Яғни көптеген темалар бар. Сіздер өздеріңізге ұнайтынын таңдайсыздар. Яғни сіздердің заттарыңыз қандай жерде тұрғанын қалайсыздар, соны таңдайсыздар. Осы жерден оңға қарай соңына дейін жүрсеңіздер, примері, яғни мысал келтірілген. Міне мысал келтірілген заттардың түрлері, яғни кез келген ободок сататын болсаңыз, сок сататын болсаңыз, соның артқы фонын өзгертіп береді. Енді темаға қайтадан келейік. Өзімізге ұнаған кез келген теманы таңдаймыз. Краски дегенді таңдадық. Міне бізде байқап қарасаңыздар, мебель дегеннің үстінде уже суреттер тұр. Сіздердің тауарларыңыздың суреті кез келген фонның алдында тұрады. Егер сіздерде өздеріңіздің тауарларыңыздың суретін үйде түсіруге мүмкіндік болмаса, осы сайт арқылы сіздер өздеріңіздің заттарыңызды кез келген фонға қойып, тауарларыңызды сата аласыздар. Міне біз бұл жерде краски дегенді таңдадық, мебель дегенді таңдадық, және де осылай кез келген фонның артына заттарыңызды қойып көрсетіп береді. Мысалы, мынау пляжда, яғни тастың үстінде, столдың үстінде кез келген теманы таңдай бересіздер. Кез келген тауарларыңызды осылай суретке түсіріп, артқы фонын ауыстырып, яғни интернет-магазиндеріңізге немесе сайттарыңызға сала берсеңіздер болады. Бұл әдіс арқылы сіздер өздеріңіздің уақыттарыңызды үнемдейсіздер және де артқы фонын әдемі келтіресіздер. Қалай ұнаған суретті сақтаймыз? Скачать батырмасын басып, ол жерден сохранить фото дегенді таңдаймыз. Енді біздің суретіміз осылай фотопленкада шығып тұрады. Яғни соткаларыңыздағы галереяда көрсетіліп тұрады.